Сәлеметсіңдер ме балалар, сабаққа қош келдіңдер. Лесер 6 сыныптың 4 модульдің 53 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің каналыма тіркелеміз, подписацияны басамыз және де 10-15 минут уақытымызды бөліп тапсырманы орындаймыз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындасаңдар, сенде барлығы түсінікті болады. Сабақтың тақырыбы Culture Spot Санжар Мади. Мәдениет орны Санжар Мадиев. Exercise 1. Do you dance, sing, paint, or perform any other artistic activity? Do you like artistic subjects? Discuss your ideas in pairs. Сен би билейсің бе, ән айтасың ба, немесе сурет саласың ба, әлде басқа да көркемдік іспен айналысасың ба? Саған көркем өнер пәндер ұнай ма? Ойларыңды жұппен талқылаңдар деп тұр. Жалпы мен мұнда өз ойымды жазып қалдырдым. Yes, I like artistic activities. I enjoy painting in my free time because it helps me relax and express my ideas. I also sometimes sing with my friends for fun. My favorite artistic subject at school is music because I love learning about instruments and songs. Мен көркем өнерге байланысты іс-әрекеттер жақсы көремін. Бос уақытымда сурет салғанды ұнатамын, себебі ол мені тыныштандырады. Ойымды жеткізуге көмектеседі. Кейде достармен бірге ән айтатын кездерім бар. Мектептегі сүйікті пәнім музыка, себебі аспаптар мен әндер туралы үйренген ұнайды дейді. Exercise 2. Read the text about the famous actor Sanjar Madi. Why, in your opinion, has he achieved success? Санжар Мадиев туралы танымал актерия мәтінді оқимыз, және де сенің ойынша ол қалай сәтті не болды дейді. Achieved success, успешный болды. Sanjar Madiyev was born in Almaty. At school, he took part in performances, composed songs, painted, and attended dancing classes. When it was time to go to university, he first decided to try studying economics. However, he soon realized that art was his main interest and entered the drama department of the local Academy of Arts. Sanjar got his first high-profile role in the film The Tale of the Pink Bunny. At the same time, he continued to study filmmaking in his free time. In 2010, he directed a Christmas show for a national TV channel. In May 2011, Kazakh Film Studios sent him to New York Film Academy in Los Angeles in order to study film directing. In November 2011, he returned to LA to continue studying acting. Shortly before this, he started shooting the film Pantone Hand, in which Sanjar starred alongside Cristiano Loken and Armand Assante. Жалпы Санжар Мадиев Алматыда дүниеге келген. Мектепте ол қойылымдарға қатысқан, әндер жазған, сурет салған және би үйірмесіне қатысқан. Университетке түспей тұрып, ол ең алдымен экономиканы оқу керек деп шешім қабылдаған. Алайда көп ұзамай ол өнер оның ең басты қызығушылығы болғанын түсініп, өнер академиясына драма факультетіне оқуға түскен екен. Оның өзінің алғашқы ең танымал рөлі Қызғылт қоян туралы ертегі екен. Онда ол бос уақытында режиссураны да оқыған. 2010 жылы ол ұлттық телеарнаға арнаған жаңа жылдық шоуды режиссер еткен. 2011 жылы Қазақфильм студиясы оны Нью-Йорк академиясына жіберген екен оқу үшін режиссураны. 2011 жылы қарашада ол Лос-Анджелеске қайтып оралып, актерлік шеберлікті оқуды жалғастырған. Одан кейін Pantone Hand атты киноға түскен. Ол фильмде ол Санжар, Кристина Локен және Арманд Ассентемен бірге киноға түскен екен. Жалпы бұл жердегі не себепті ол successful, успешный болған, менің ойым. In my opinion, Sanjar Madi has achieved success because he followed his passion. Also, he first tried to study economics. He realized that art was his true interest. He studied drama and filmmaking, working hard and never stopped learning. He also acted in a famous film and even studied abroad to improve his skills. His dedication and talents helped him become a successful actor and director. Менің ойымша, Санжар Мади табысқа жеткен, өйткені ол өз арманның жолымен жүрген. Алғашында экономика мамандығын оқымақ болған, бірақ кейіннен өнер оған қызық болғандықтан өнерге оқуға түскен. Драма мен киноға одан кейін ол көп еңбектенген, көп білім алған,
Сонымен қатар ол танымал фильмдерде ойнаған, шетелде оқыған, шеберлігін дамытқан, сөйтіп өзінің еңбекқорлығы мен талантының арқасында танымал болып, табысты болған. Exercise 3. Read the text again. Мәтінді қайттан оқы and decide if the sentences below and choose the correct word so that the sentences are true about the test. Мұнда бізге дұрыс сөзді таңдауымыз қажет, мәтініне қарай отырып. When Sanjar was a school student, he wrote songs. Ол мектепте оқыған уақытта өлең жазған. He first studied drama or economic. Ол бірінші нені оқимын деп шешеді? Экономиканы. Sanjar directed a TV program for a local national. Ұлттық каналға кино теледидарда жұмыс жасаған. He studied film directing in New York or Los Angeles. Нью-Йоркта ол не істеген? Алғашқы фильміне оқыған. He acted in directed Phantom Hunt with Kirsten Logan. Acted, іс-әрекеттер жасаған. Яғни ол ойнаған. Мұнда бізге сөздерді аударайық. Realize, түсіну, ұғыну. Realize, to know and understand something. Бір нәрсені білу немесе бір нәрсені түсіну, realize. Department, section in organization at university which deals with one type of studying. Бұл бізде department дегеніміз бөлім, факультет. Мысалы, университеттегі белгілі бір оқу бағытына арналған бөлім, department. Келесі high profile, often seen in public, mentioned in newspapers or appearing on television. High profile, көпшілікке танымал, жиі көзге түсетін. Жоғары профильді деп аударуға болады. Мысалы, теледидардан көрсетілген немесе газеттерде жиі айтылатын дейді. High profile. Осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Мұнда бізде бір тапсырма берілген. Бұл топтық тапсырма. Группамен жасайтын. Go online and try to find out more information about Sanjar Madiev дейді. Интернеттен Sanjar Madiev туралы көбірек ақпарат табыңдар. Exchange the information in your group дейді. Өздерінің ақпараттарында группамен талқылаңдар дейді. Сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналыма тіркеліп, подписаться басуды ұмытпаңдар.